шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдер кезде ғана көгеріп, көктеп, кішкене лақтарға азық болады деседі. Ақбөкен адам атаны көріп, қолынан жем жеп, мұраты орындалған соң арқаға қайтпақшы болды. Сол кезде адам ата оған сахарға сән болып, құт пен кие мән қонып, өсіп әнсін нәсілін, бір құдайым жар болып, Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған зауал келтірген арам залар оңбасын, сайын түзден тап мекен, басқа орнасын бақ бекен, қу мен дейін түздерге ырыс дарыт